молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакциясы. Қараңыз, күрделі молекула бұл сізде полимерлер басқаша. Полимер біздің ағзамызға түскенде, ол бізде жай молекула, бізде мономерге ыдырайды. Полимерде мономерге. Поли ол бізде өте күрделі, ал мономер ол бізде қандай? Бізде жай заттар. Енді біз мысалы любой бауырсақты жеп қалсақ, бауырсақтың құрамында бізде нәруыз, көмірсу, май барлығы бар ғой, витаминдер де бар, осы үшінде ол бауырсақ біздің ағзамызға түссе, сіздер білесіздер, бауырсақ болып шықпайды біздің ағзамыздан, Ол жақта бізде қандай? Оның бүкіл құрамындағы нәруыз, көмірсу, май бізде ыдырайды, өйткені біздің любой мүшемізге нәруыз, көмірсу, май керек. Вот сол үшін бізде полимер біздің ағзамызға мономерге ыдырайды. Дұрыс жауап береді, балалар, өте күшті. Бұл сұрақтың жауабы бізде катаболизм болады. Катаболизм балалар бізде қандай? Ол бізде нәруызды амин қышқылға дейін ыдыратады. Ол сізде көмірсуды глюкозаға дейін ыдыратады. Бізде уже дальше крепс цикл жүреді. Крепс цикл деген не екенін білесіздер, бұл бізде энергия беретін цикл. Ал бізде майды, май қышқылымен бізде глицеринге дейін ыдыратады. Вот сол кезде бар бізде тамақ полный бізде қорытылады екен. Балар, енді тағы да қосымша ақпарат. Катаболизм бізде вариантта болмаса, катаболизм бізде басқаша былай келеді, диссимиляция келеді. Диссимиляция деп келеді. Немесе энергетикалық алмасу деп келеді. Энергетикалық алмасу. Энергиялық алмасу деп келеді. Хорошо? Бұл бізде балар синоним атаулары. Пластикалық алмасу бұл сізде балар ассимиляция, немесе бұл сізде анаболизм. Анаболизм бұл сізде балар наоборот, яғни бағанағы амин қышқылдардан, глюкозадан, глицериннен бізде күрделі нәруыз, көмірсу, майдың дамуы уже бізде анаболизм. Ал күрделі заттың бізде ыдырауы бізде қандай? Бізде катастрофа, бұл сізде катаболизм. Сото ыдырауы катаболизм, түзілу бізде анаболизм. Вот сол үшін де бізде маңызды процестер икемді алмасу бізде жоқ. Жауап бізде балар катаболизм. Бұл бізде 6-шы сұрақ. Давайте кеттік. Егер сізге осы сұрақты талдағанымыз ұнаса, онда описаниедағы сілтемені басып, курс туралы толық ақпаратты аласыз.